Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тарталетки жасайтын боламыз креммен, яғни десерт. Өте дәмді, нәзік болып шығады. Ендеше видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ыдысымызда ұн, оған сармайымызды салып, ұн мен сармай біркелкі болғанша араластырып алатын боламыз. Ұнымызды араластырып алдық. Енді шекерімізді салып, тағы бір айналдырып араластырамыз және разрыхителімізді салып, үстінен бір шай қасық қаймағымызды құйып, бір жұмыртқамызды салып, қамыр илейтін боламыз, бәрін біркелкі қылып. Қамырымызды илеп алдық, енді жайып шығатын боламыз. Өте жұқа етіп жаятын боламыз. Қамырымызды жайып алдық. Енді бокалдың немесе пиаланың көмегімен осылай кесіп, ыдыстарымызға жайғастыратын боламыз. Тура видеодағыдай етіп. Барлығын жайғастырып алдық. Енді вилканың көмегімен тесіп шығатын боламыз. Тесіп болғаннан кейін қызып тұрған печкамызда пісіріп аламыз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Ыдысымызда сливки және қант жақсылап араластыратын боламыз. Міне біздің креміміз дайын. Енді мешокқа салып, құйып шығатын боламыз. Кремге кез келген крем қолдануға болады. Заварной немесе масляный, өз қалауларыңыз бойынша. Бетін қалаған фруктыларыңызбен немесе сәндемей қойсаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Міне достар, біздің тарталеткіміз дайын болды. Дәмі өте ерекше, столдың сәнін ашатын. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасалу жолы оңай, шаймен ішкенге таптырмас десерт. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.